Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі өтетін сүреміздің аты Суратул Қариға. Сүрелердің аттары изафеттік тіркес ретінде келеді деген болатынбыз. Қариғати. Қазақша аудармасын мына түрде берген екен. Біздер мына таблицаның барлығын қарап алып кеше қайтадан қайта қарауымыз керек болды. Сондықтан әр аяттың астында айта кетейік, алайда басында немесе соңында толық таблицаны да көрулеріңізге осылай болады. Бір алғашқы аяттан бастаймыз. Алайда мына сөздерді қарай кетейік, өйткені етістіктерді бердім аяттардың астында. İnsan sözü бұдан да бұрын келген болатын. Көпше түрі Фалақ Нас сүресінде келген болатын. Көпше түрі Нас, әл артиклімен келсе Ән-Нас. Фарашун деген пәруана деп аударыпты қазақша. Көбелек, жалпы шыбын шіркей, мына от лаулап жанған кезде отқа қарай былай оттың үстінде бір айналып ұшады да, содан кейін өздері қоса жанып кетеді ғой. Жаңағыдай сондай көбелектер болады ғой. Соған ұқсатып тұр. Кә деген басына сөзді келтіре отырып, артынан мәжрур екен изафеттік тіркес құрап тұр. Кә негізі харфу-жар деп қазіргі таңда біз харфу-жар деп өтіп кете береміз, алайда иғраптарында кә деген сөздің мисль дегенмен кәнің мисль деген сөз сияқты, мисль деген өзі сияқты дегенді білдіреді. Сол сөзбен синоним екендігін айтады. Сондықтан артынан келген фараш ілік септігінде мұдаф илейх деп қарайды. Жәбәлунның көпше түрі джибәл, таулар дегенді білдіреді. Айхнун жүн дегенді білдіреді. Мұнда да кәл айхне деп келді бізде. Кәл айхне жүн сияқты дегенді білдіреді. Таразы жекеше түрі мизан, көпше түрі мауазин. Өмір сүру, тіршілік, біздің қазақша аудармаларда тіршілік деп аударғаны жаңағыдай мағынасы кішкене сәйкес келді деп аударған екен да. Аишатан. Негізінде аишатан деген сөзіміздің өзі арабшада етістіктен туындай беретін сөздер ғой. Аша деген етістіктен туындап тұр бұл. Өмір сүру деген. Сол өмір сүрудің фиалатан деген қалыпта тәрізді білдіретін қалыпта келген сөзді фиалатун деген формулаға салынып, аишатун деген сөз шыққан ғой. Аишатун. Яғни өмір сүру тәрізі деген сияқты да мағынаға келеді. Енді алғашқы аятпен бастайық. Сұрақ, ол жерге тағы тоқтала кетерміз. Аишаны түсіндіңіздер ме? Негізі Аишаның өзінің мастары да бар. Аишун деген. Осы шағы я Аишу ғой. Я Аишу. Мастары Аиш. Айшун деген. Ал Аиша бұл да мастарул марра, мастарул хейа деген сарф еткен болсаңызда сондай формулалары бар. Фиалатан деген қалыпта келіп тұр. Аишатан өмір сүру тәрізі дегенді білдіреді. Ал алғашқы аяттан бастайық. Нестағиду билла. Әл-қариғату мәл-қариға. Алдымен әл-қариға деп бастап, негізі мына сөйлем, екі аят бірақ сөйлем. Бастауышымыз мына жерде басталды әл-қариғамен. Баяндауыш сөйлем түрінде келіп тұр. Мұндай түрде келген сөйлемдерді біз бұрынғы сүрелерде өткен едік. Мәл-хутама, уама адрака мәл-хутама деген кезде мәл-хутама деген сияқты сөйлем түрінде келіп тұр. Мәні бастауышы мұптада деп қарайды. Әл-қариға хабары екеуі бірге, мына бірінші мұптаданың хабары деп қарайды. Яғни грамматика жағынан. Ал мағынасына келетін болсақ, зор оқиға деп аударған екен. Негізінде әл-қариға тәпсір кітаптарында әл-қариғаның қиямет күнінің атауларынан бірі екендігі айтылады. Бұл жөнінде тәпсіршілер иттифақ еткен делінеді. Яғни Құртубидің тәпсіріне қарасақ, бүкіл тәпсіршілер әл-қариға дегеннен мақсат ол қиямет күні, қиямет сәті, сағаты дегенді білдіреді дейді. Алайда өзінің сөзбе-сөз мағынасы да бар. Әл-қариға негізінде қағатын, соқтыратын дегенді білдіреді. Ана жүректерді қағып, соқтыратын, дүрсілдетіп деп, жаңағыдай қияметтің ауыр жағдайы, қауіп сондай қорқынышты жағдайы адамдардың жүректерін сондай орнынан қозғайтындай дәрежеде жаңағыдай соқтыратын деген мағынада мағынасы бар да бұл сөздің. Исім фаил ғой, негізі туындаған сөзі.
қараға деген етістіктен туындап тұр. Қараға, яқрау негізі қазіргі таңда да қолданыла береді. Есік соғу мақсатында қараға етістігі қолданыла береді. Қариун деген исім фәғіл, негізгі есімшесі, фәғілун деген формулада жасалып тұр. Дөңгелек тәні қосқан қағушы. Мақру қағылған дейді. Бізде сонда қариатун деген форма аятта келіп тұр. Білесіздер, бастауыштар белгілі халде келеді. Оның үстіне мына қияметтің атауы болғандықтан да белгілі. Әл-қариату мәл-қариа. Әл-қариа мәл-қариа. Сіздерге кешегі сабақтан бастап, біз 2-ші айдан бастап, мұхтасар тәпсірден де кішкене қосымшалар беруге тырыстық. Ма хадихи саату лати тақрау қулубан наси ли'изами хаулиха. Қорқынышының, қаупінің қуатына байланысты адамдардың жүрегін дүрсілдеткен бұл сағат не деген мақсатта осындай мағынаны білдіреді деп тәпсіршілер тәпсірлеген екен. Зор оқиға дегендегі оқиға деп отырылған нәрсе бұл қиямет күні. Қияметтің маңызына біраз назар аудару үшін қайта-қайта осындай, әрине пайғамбарымызға Аллаху Тағала Құранды уахи етті, дүниенің не екендігін түсіндірді, ақыреттің не екендігін, алайда бұл жерде Құранның аятында қиямет күнінің өзінің қаншалықты ауыр, оңай емес нәрсе екендігін бұл жерде көрсетуде. Әл-қариа мәл-қариа. Бұған байланысты сұрақ бар ма? Ярабына тоқталайық. Әл-қариа мубтада марфу бид-дамма. Енді негізі бұл жерде мубтадаун әуәлун деп айтсақ та болады, бірінші мубтадасы өйткені. Арабшада егерде сөйлем есіммен басталса, ол сөйлем есім сөйлем болып саналады. Ма исм истифхам сұрақ есімі фи махалли өзгермейтін болғандықтан орнында тұр деп қаралады. Рафи мубтада инсанин, екінші мубтаданың орнында тұр. Негізі мубтада деген мәрфу болу керек қой, атау септігінде тұру керек. Сол рафа атау септігінің орнында тұрған сұрау есімі дейді. Әл-қариа хабарул мубтада иссани ма, яғни мәнің хабары әл-қариа. Мәрфу бид-дамма, оның тікелей харакаты бар. Енді осы сөйлем мәл-қариа деген. Уа джумлат мәл-қариа, тағы да сөйлем болғандықтан да біз оны тікелей мәрфу мәнсуб деп айтамаймыз. Фи махалли орнында тұр дейді. Рафи атау септігінің, хабардың, яғни баяндауыштың, қай баяндауыштың? Әл-мубтада әл-әуәл, әл-қариа. Яғни бірінші бастауыштың хабарының орнында тұрған есімді сөйлем деп қаралады. Ал есімді сөйлемнің өзі әл-қариату мәл-қариа деген ибтидаия, яғни жеке тұрған сөйлем. Арабшада біраз сөйлемдерді жеке тұрған негізгі сөйлем деп қарағаны сияқты, бағыныңқылы сөйлем деп айтамыз ғой қазақшада. Сондай бағыныңқылы, мысалы, сыла сөйлемі бар, сыфат сөйлемі бар деген сияқты түрлерге бөледі. Сонда ибтидаия өзімен басталатын сөйлем, жеке тұрған сөйлем десек болады. Бұл түсінікті ме екі аят, қыздар? Мағынасы не екен? Әл-қариа. Қияметтің бір аты. Қияметтің аты. Нақты қандай мағына береді екен? Өзі туындап тұрған сөз ғой. Дүрсілдетуші деген мағынада. Білесіздер ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қиямет күнінде адамдар тірілгенде аналарынан туғандай жалаңаш тұрады дейді ғой барлығы. Сонда Айша анамыз таңылған екен. Қалай олар, яғни еркек әйел барлығы қиямет күнінде тіреліп жалаңаш тұра ма деген кезде, ол кезде бір-біріне қарауға мұршалары болмайды деген ғой. Білесіздер, хадистерде айтылады, кейбіреулер тізесі тобығына дейін, кейбіреулер тізесіне дейін, кейбіреулер мойнына дейін өз теріне өзі бататын, күн дәл төбесінде тұрып, сондай ауыр күн, тіпті адам өзінен басқа ешкімді ойламайтын, нәпсім деп тұратын, әркім өзінің ақысын талап ететін сондай ауыр күн екендігі ескертіледі ғой. Құран әсіресе мына соңғы сүрелерде қиямет жөнінде өте көп хабар негізінде беріледі. Сондай жүректі орнынан ойнатып жүретіндей сондай дүрсіл қақтырып, білесіздер ғой, енді кәдімгі жағдайда да қатты қорыққанда бір жүрегің тарсылдайды ғой. Бұл жерде де сондай қиямет келген уақытта сондай жүректі тарсылдататын уақыт екендігі айтылуда. Негізі сөйлемнің құрылыстарын жайлап мынадай түсіне бересіздер. Мәрфу дегендер
қаракатын атау септігі деп біз айтып жүрміз. Есімдер болатын болса септікке сәйкес келеді әдетте. Алайда арабшада мәрфу деп етістіктер де, осы жақтағы етістіктер де басында ләм, лән сияқты қосымшалар тұрмаса мәрфу деп атала береді. Сондықтан есім болған кезде біз атау септігі деп аударып жүрміз. Осы сөз, мына мәрфу дегеннің өзі мына үлгіде жасалып тұр ғой, көрдіңіздер ме? Мақру деген сияқты, көтерілген деген сөз ғой қаракаты. Соның мастары рафун, мына қарағун сияқты. Атау септігі деген білдіреді. Атау септігінің орнында. Махаллун деген сөз, махалла дейміз ғой, өзбектерде махалла дейді ғой, сол махал деген орын дегенді білдіреді. Орның, яғни орны басыл алынған жер дегенді білдіреді ғой. Келесі аятымыздан стағиду билла. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. وَمَا деп созасыздар білесіздер, хамза келгендіктен. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. Мәл-қариға жаға талдадық, Мә мұптада бастауыш, әл-қариға оның қабары. Не ол қариға деген сөз ғой енді былай қараған кезде. وَمَا أَدْرَاكَны өткенде де біз وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ деген Хумаза сүресінде аятта кездестірген болатынбыз. Әдра кешегі әлха етістігімен ұқсас келген. Қай бап еді бұл қыздар? Бабы? Қайсы дейсіз? Әдра. Егер әлха сияқты келіп тұрса, ол қай бап? Ол 6-шы бап. Екінші бапта пен. Жоқ, 4-ші бап. Ифал бабы. 4-ші бап, 4-ші бап. Ол тафаала деген 6-ші бап болатын. Тафаала деген 6-ші бап. Бұл 4-ші бап. Сол сияқты әдра деген етістігімізде біздің 4-ші бапта келген етістік формуласы мынау. Афала. Соңғы әріпі әлсіз. Негізі түбірі дарая. Дара деген, дара ядри деген біледі дегенді білдіретін мағынадағы етістік. Дара білді болатын болса, әдра білдірді. 4-ші бапта, туынды бапта осындай мағынаға ауысып кетеді. Дара білді, әдра білдірді. Осы шағы юдри, бізде өткен шағы келіп тұр. Әдра деп. Енді аятқа қарасаңыздар, мә не нәрсе дегеніміз ғой ол. Мә, содан кейін әдра деген етістікте мына әліпті көріп тұрсыздар. Негізінде бұған плюс кә деген замирді қосатын болса, сен, саған дегенді білдіреді ғой. Біз